мышление дедіңіз. Иә, Осы мышление тақырыбында да көп негізі сөз қозғайсыз ғой. Бұл біліммен келе ма, әлде көп ақша құртумен келе ма? Жоқ. Екеуімен де келмейді. Немен келеді? Екеуімен де келетін шығар, бірақ олар бір вспомогающий деп айтайыншы, көмектесетін құралдар. Бірақ нағыз мышление бір екі жағдайда келеді. Қараңызшы, негізі адамның басында бір идея бар да, бір реальность бар өзінің. Біз отырық, мысалы, осы жерде екі адам отырық. Сіздің өз әлеміңіз бар, менің өз әлемім бар. Сіздің өз ойыңыз бар, менің өз ойым бар. Мына жерде қарап отқан көрермендердің де, олардың да қанша көрермен қарап отыр, сонша әлем бар. Әрқайсысы әртүрлі ойлайды. Менің басымдағы ойым, ол менің ғана ойлайтын затым. Бірақ реальность басқаша болуы мүмкін. Осы менің басымдағы иллюзия мен реальностьтің ортасында пайда болатын кеңістік